Ғайша жеңгей сүйген жарын аттандырды майданға. Сенген жүрек серттен оңай тайған ба? Соғыс бітті, ал күйеуі келмеді. 3 жыл күтті, 5 жыл күтті. Өлді деген соқ сөзге сенбеді. Тұманға орап тілекті, тағда 4-5 жыл өтті. Тәтті арманын көңіліне тоқсанап, күте берді сағат санап, сәт санап, кейде аусар тағдырынан ала боп, көкірегінде маздап, ұйтқып жанады от. Тым болмаса Құдай-ай, алдан шығып отыратын бала жоқ. Артса да үміт, бір күннен соң бір күнге, жалғыз жанға жараспайды ғой күлкінге. Болмады ғой, болмаған соң ақыры, көрші қартқа ерге шықты бір түнде. Сол түн шықтады, жаңа үмітін жағып бір, кеудесіне қанағаттан тағып күл. Ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы күйіп кетті бұл қорлықты көргенде, тастай қатып қалды тілсіз, естен тана үдеріп, содан кейін шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып ағыл тегіл жылады, жылап жатып зарлады, өзін өзі жерге соғып қарғады. Махаббаттың құм секілді мінезі көп сырғыма, жүрсе дағы көп опық жеп алданып. Ғайша кенет сүйретіліп орнынан тұрды да, ту еңісте тасып жатқан долданып, асау ақсу өзеніне жаны ұшыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала. Бағаласаң махаббатты бағала. Сәлден кейін сорлының орамалы ғана жатты жағада.